Қазақ халқы сөз өнерін ерекше бағалаған. Әсіресе шешендер мен ақын жыраулар ел ықыласына бөленген. Балам ұқсасын деп өнер иелерін аузына түкірткен. Кейін осы адамдардай елге танылған тұлға болады деп сенген. Есекке теріс мінгізу. Бұл көбіне жаза ретінде қолданылған. Яғни жарына опасыздық жасаған әйелді малға теріс отырғызып, ауылды айналдырып масқаралған. Мұны көрген басқа әйелдер ерінің көзіне шөп салуға бармайды деп сенген. Жақыны қайтыс болған кезде қазақтың жоқтау айтуы сырт көзге түрпідей тиетіні сөзсіз. Ұйқас арқылы құралған бұл мұңды ән арқылы қайтыс болған жанға деген бар сағынышы мен тағдырға деген назын айтқан. Қыз алып қашу. Ұнаған қызды таныса сала басып алып қашу біраз уақытқа дейін сақталып келді. Бұл заңға қайшы әрі адамның құқығын таптау болғанмен, халық оны салттың бірі ретінде қабылдап, қыз кетіп қалса үлкендердің қарғысы атады деп ойлаған. Ертеде қазақ жаңа түскен келіннің жастайынан босанғанын дұрыс деп санаған. 16-30 жас аралығында олар 5-6 бала тууға тырысқан. Уақытты ұзатып алса да, бала көтермеген әйелдерді қайын жұрты кінәлап тіпті ер жігітке екінші әйел алып берген.